Бас министрдің пікірінше, Сингапур имиджін жақсылауда тек қана іс-білермендік орталығы емес, ал қолайлы қала орталығы да жүдә үлкен рөл атқарған. Ли Куан Ю жәмиеттік орындарды рауажландырды, көкелемзарластыру жұмысларын өткерді һәм инфраструктураны жақсылады. Оның басламасымен Чанги аймағында дүниядағы ең жақсы аэропортлардан бірі құрылды. Сингапурда пайдалы қазылмалар жоқ, бірақ та Ли Куан Ю соған қарамастан олардан пул іздеу жолын тапты. Ол 20-ші һәм 21-ші ғасырдың дерегі нефт болатығынын түсінген еді. Сонда ол өзімізде қазып алудың ilәжі болмаса, неге басқаныкын қайта іздемейміз деп ойлайды. Солай етіп 1960 жылдардың басларында нефтті қайта іздеу заводларын ашу үшін шарайытлар жаратыла бастады һәм 10 жыл ішінде Сингапур дүниядағы ең ірі нефтті қайта іздеу орайларынан біріне айланды. Ли Куан Ю бірнеше мәрте ажайып экономикалық ұқыптылық һәм болжаушылықты көрсеткен. Мысалы үшін 1968 жылда бүткіл дүнияда компьютер технологияларына текарланған микроэлектроника енді ғана рауажанып басылған уақытта Техас Инструмент Сингапурда ярым өткізгішлер істеп шығаруды бастаған. Тез арада басқа фирмаларда оның бұл компаниясына ереді. Дүнияда компьютер технологияларының кескін рауажлануы һәм талап артып кетуі басланған уақытта Сингапур әлде қашан бұл базарда жетекшілерден бірі болған.